Assalamualaikum hurmatli жақсылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін 18 ноябрь 2022 жыл. Бүгінгі тақырыбымыз иншалла ата-ананы құрметтеу туралы болмақ иншалла. Бірінші біз бастаймыз міндетті түрде Құранда Ниса сүресінің 36 аятында Алла Субханала Тағала айтады: Аллаға құлшылық қылыңдар және де оған еш нәрсені серік қоспаңдар. Бірінші жақсылық жасау әке-шешеге, екінші жақын туыстарға, жетімдерге, кедейлерге, жағдайы нашарларға, сонымен қатар бесінші жақын көршілерге, содан кейін алыс көршілерге, содан кейін жетінші жан жолдастарыңа, достарыңа жәрдем беріңдер. Одан кейін сегізінші жолда қалғандарға жәрдем беріңдер. Және де қол астындағыларға, яғни құлдарға жақсылық қылыңдар деп Ниса сүресінің 36 аятында бастайды. Құрметті жақсылар, құрметті мұсылмандар, не үшін әке-шешеге жақсылық жасаңдар дейді? Өйткені Алланың разылығы әке-шешенің разылығында екен. Баршаларыңыз әке-шешелеріңізді міндетті түрде құрмет жасаңыздар, сыйлаңыздар. Міндетті түрде иншалла достарым шақырып жатыр, көршілерге жәрдем беру керек деп ойлаудан алдын бірінші Құранда Алла Субханала Тағала айтып жатыр: ата-анаға жақсылық жасаңдар дейді. Баршаларымыз ата-анаға сабырлықпен жақсылық жасауды баршаларымызға нәсіп еткен болсын иншалла. Ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын иншалла. Екі дүние жақсылығын тілейміз баршаларыңызға. Сәлем, мен Алишер Сапарбекұлы. Сау саламатта болыңыздар.